Сәлем балалар! Бүгін біз биорганикалық қосылыстардың маңызды класы тұздармен танысамыз. Тұздар дегеніміз металл атомы мен қышқыл қалдығынан тұратын күрделі заттар. Ал енді тұздардың қалай түзілетінін көрейік. Тұздар көбінесе бейтараптану реакциясы арқылы түзіледі, яғни қышқыл мен негіз әрекеттеседі. Нәтижесінде тұз және су түзіледі. Натрий гидроксиді тұз қышқылымен әрекеттеседі. Нәтижесінде натрий хлориді және су түзіледі. Тұздар құрамына байланысты үш топқа бөлінеді. Олар орта тұздар, қышқыл тұздар және негіздік тұздар. Әрқайсысының ерекшелігі бар. Енді әрқайсысын жеке қарастырайық. Орта тұздар қышқыл құрамындағы сутек толық металмен алмасқанда түзіледі. Мысалы, натрий хлориді, калий сульфаты, натрий фосфаты. Қышқыл тұздар қышқыл құрамындағы сутек атомдары толық алмаспай қалған кезде түзіледі. Мұндай тұздар 2 немесе 3 негізді қышқылдардан түзіледі. Негіздік тұздар құрамында гидроксид топтары сақталады. Олар негіздің толық бейтараптанбауынан түзіледі. Мысалы, мыс гидроксохлориді, алюминий гидроксохлориді. Орта тұздарды атағанда алдымен металл аты айтылады. Содан кейін қышқыл қалдығының атауы жазылады. Мысалы, натрий хлор, натрий хлориді, купрум СО4, мыс 2 сульфаты. Қышқыл тұздардың атауына гидро сөзі қосылады. Бұл құрамында сутек бар екенін көрсетеді. Мысалы, натрий HCO3, натрий гидрокарбонаты. Негіздік тұздардың атауына гидрок сөзі қосылады. Бұл құрамында гидроксид тобы бар екенін білдіреді. Мысалы, купрум гидроксид хлорид, мыс гидроксохлориді. Тұздарды әртүрлі тәсілдермен алуға болады. Металл қышқыл әрекеттесуі арқылы, қышқыл мен негіз арқылы, тұз бен тұз әрекеттесуі арқылы. Мысалы, мыс хлормен әрекеттеседі, натрий оксиді қышқылмен әрекеттеседі, карбонат қышқылмен әрекеттеседі. Сонымен тұздар металл мен қышқыл қалдығынан тұрады. Тұздар 3 түрге бөлінеді. Орта, қышқыл, негіздік. Тұздар химиядағы ең маңызды қосылыстардың бірі. Олар табиғатта да, өндірісте де кең қолданылады. Химия әлемін бірге зерттейік.